Мостбет ұтыңыз. Бұл қандай шабуыл? Жай ғана фантастикалық. Керемет тамаша гол. Бұл эмоциялар, бұл қуаныш. Мостбет. Жеңетін жерде ұтыстық. Барлығыңа сәлем достар. Сіздермен бірге кино шолу арнасы. Бүгін біз Джуманджи Зов джунглидің екінші бөліміне шолу жасаймыз. Видеоны мұқият тамашалап соңында лайықты бағасын беруді ұмытпайық. Спенсердің үйіне мұның атасының ескі досы Майлоу келеді. Бұлар жайлы бірер сөз қозғап жіберсек, кезінде екеуі айырылмас дос болып, кафе бизнесін бастайды. Барлығы жақсы болғанымен, Майлоу оны сатып кетеді. Содан кейін, екеуі Қыдырәлінің шашында екіге айырылды. Үшеуі Спенсердікіне келді. Атасымен амандасып, жағдай сұрасып болған соң, үй ішіне кіріп көз тастай бастайды. Іздей Спенсерді таппайды. Құлақтарына келген Джуманджи ойынының дауысынан шошыған болар жертөреге түседі. Онда тұрған ойынды көріп әбіржей бастайды. Іздеп жүрген Спенсерлері де осында болуы мүмкін еді. Басқа амал қалмаған соң, қаласын қаламасын деп ойын ішіне кіруді шешеді. Ал біз ойын сәулесінің барлық үй үшін алып кеткенін байқаймыз. Тек Беттіні қалып кетеді. Ойынға кірген соң жастар бұл жерге екі шалдың да еніп кеткенін байқайды. Оның үстіне качок болып алыпты. Бұлар қаншалықты алжыған болса да бірдеңе қылып ойын ішінде екендіктерін түсіндіреді. Фриджді болса жылан жеп қояды. Негізінен өткен бөлімде бұл жерде жыланның орнында бегемот болған болатын. Чота бірдеңе дұрыс емес. Көлікпен келуі керек Найнджелдің өзі де ұшақпен келіп оларды алып кетеді. Ұшақ ішінде Найнджел бұларға Джуманджи еліне қайта қауіп төніп тұрғандығын айтып, Йорген жауыз атты адамның өз әскерімен бұл жердің ең керекті бағалы тасын ұрлап әкеткендігін айтады. Тас осы уақытқа дейін елдің жағдайын жақсартып келгендігін еске алсақ, егер де ол күн көзіне көрінбесе, Джуманджи құрып тынады екен. Солай деп оларды ұшақтан лақтырып жіберді. Бұлар құмдалада тұрған кезде алыстан бір түйір құс келеді. Ал атасы оны қуып жібереді. Айтқандай, атасы оны қуу барысында бір өмірін құртып талады. Артынша ренжіп кеткен құс артына таупасын жинап бұлармен шайқасуға келеді. Осында шашылып жатқан көліктеріне мініп қашады. Көлік айдағанына арқасы қозып кеткен атамыз тәуекелмен жартастан секіріп кетеді. Төртеуі де аман. Одан соң бірін-бірінің қабілеттермен танысады. Ойынға жаңарту болғандықтан ойыншылардың да қабілеттері жаңарып, бірнеше жаңа заттар қосылған екен. Ойынға кіре алмай қалған Беттіні Алекске келіп болған жайтты түсіндірді. Онда бірге баруды ұсынады. Команда тапсырма бойынша және Спенсерді табамыз ба деген үмітпен қалашыққа келеді. Мұнда жау әскері де бар болатын. Шарапханалардың бірінде Йорген жауыз мырза болса, тас жасырылған жәшігімен адамдарын жинап алып өзінің жеке мерекесін атап өтуде. Оларды сырттай қарап тұрған ойыншылар да бар еді. Осы сәттердің бірінде мұнда жарық сөніп, қайта қосса тастың жоғалғаны белгілі болады. Ұры осы бөлмеде екендіктен оны есік аузында тұрған шал ұстап алып жауға ұстап береді. Бұл ұрлықшы қызды Йорген ұстап алып жауапқа алғанда, Марта оның Спенсер екенін түсінеді. Ал ұрлығы үшін Йоргеннің қолынан өледі. Спенсер қайта тірілгенде достары мен аталары жанына келеді. Оған айқайлап, неге ойынға кіргенін сұрап ұрсады. Сөйтсек, Спенсер өмірден түңіліп қара кесекті тыңдап жүргенде, оның есіне Джуманджи мен Брейвстон, яғни качок кезіндегі өмірі есіне түседі, және сол әсерді қайта сезінуді шешеді. Бірақ оған басқа персонаж береді. Бұлар жиналып тұрғанда ойын кейіпкері Брейвстонның бұрынғы әйелі келіп, алда болатын тапсырмалары жайлы айтады. Белгілі болғандай, Йорген тасталып баба бегатты бауырлармен сарайында келісім жасамақшы екен. Ал бұлар ол келісім болмастан бұрын тасты ұрлау керек. Сарайға жету үшін түйелер керек болғандықтан аталар мен Спенсер түйе ұрлауға кетеді. Ішке Майлоу мен Спенсер кіріп кетеді де, сыртта атасы қалады. Марта мен Фридж болса, тапсырма бойынша бұларға керек болатын талда тұрған жеміс секілді затты алуға тырысуда. Жеміске секіріп жеткен Марта ұлы көрінген суға құлап кетеді. Кейін оны судан алып шыққанда екеуінің денесі алмасып кетеді. Осыған мәз болған Фридж айналасына қалай қуанарын білмей секіріп өз қабілеттерін байқап көруді бастайды. Көп құтырып кетіп талға секіру кезінде суға құлап, шыққан соң Мартамен қайта дене алмасып, сол баяғы майғарын қалпына келеді.
Спенсердің атасы болса өзінің күшіне қуанып көзіне көрінгеннің бәрімен төбелесіп бұзақыларды ұрып жығады. Түйелерді алып кету үшін зоолог Майлоудың қабілетін пайдаланып, оларды алып кетеді. Бірақ та бұлар қаладан тыныш шықпайды. Атасының ұрып жыққан адамдарының басшысы бұларды өлтірмекші болып қуып жүр екен. Сондықтан тез кету керек. Осылай айтып болғаны сол-ақ екен. Қуып жүрген жауларының оғы бұлар тұрған жерге келіп барлығын өлтіреді. Атаның арқасында бір өмір минус. Ойын шарты бойынша бұл ойыншылардың әрқайсысында 3 өмірден бар. Жолай ескі достар бірін-бірімен дауласып сол баяғы айырылуларына себеп болған оқиғаны талқылайды. Әрі қарай шөл дала бітіп, бұларға белгісіз бір көптеген арқан көпірлері кезігеді. Көпірден қарапайым тәсілдермен өтіп кетеміз деп жүргенде, маймылдар бұларға келіп шабуылдайды. Фридж картограф болғандықтан оның кейіпкерлерінің геометриядан да хабары бар болатын. Сол себепті қай көпірге секіру керектігін айтып, бұларды бастап жүреді. Жолай Марта дұрыс көпірге секірмей маймылдардан бір таяқ жеп алды. Спенсер де қалыспай, ол да басқа көпірге құлап, өліп талып аман қалады. Қойшы әйтеуір барлығы аман есен. Жартастың арғы бетіне шықты. Көпірден өтсеңдер болды деп кім айтты маймылдар келмейді деп, бұларға бәрібір екен. Солай жерде де маймылдар бұларға шабуылдайды. Осы сәтті күткендей, қара атына мініп Алекс келіп маймылдарды қуады. Одан соң өзін таныстырып, кейін Беттиниді де көрсетеді. Вот она. То есть... Сөйтсе Беттини ат болып кетіпті. Майлоу мен Спенсердің атасы Гилпин. Оның аты Гилпин. Екеуі оңашада әңгімелеседі. Майлоудың бұлай ұзақ уақыттан кейін кешірім сұрап келуінің тегін еместігін түсінген Гилпин, оның ауру екенін және өмірінің аз қалғандығын түсініп алады. Қу дүние өтті кетті деп, екі дос татуласады. Жаңа Марта мен Фридж дене алмастырған су осында да бар екен. Ал енді өз денелеріне риза болмай жүргендер суға түсіп осы ойындағы меншікті денелеріне оралады. Айтпақшы, Майлоу ат болды. Бұлар үңгірде отырғанда, сыртта жүрген Майлоу мен Гилпинді Йоргеннің адамдары алып кетеді. Қалғандарына енді Йоргеннің қамалына аттанатын уақыт келді. Алекс, Беттини, Фридж үшеуі Йоргеннің адамдарымен қосылып қамалға кіріп кетеді. Ал Марта мен Спенсер бір жерлерін қинап, қамалға мұз жартасқа өрмелеу арқылы шығып келе жатыр. Қамауда тұрған Майлоуды Алекс құтқаруға тырысуда. Бірақ ол оңай емес, себебі айнала толған тұзақтар. Спенсер мен Марта жаңағы жолдарымен қамалға кіріп аталарын құтқарып алады. Ал Беттини мен Фриджді мұндағылар бабабик бауырлар деп ойлап қалып, тікелей Йоргенмен кездесу орнына апара жатыр. Ал жастар аталарының персонажы ұрлыққа қабілетті болғандықтан, қазына толы бөлмеге жіппен тартып жібереді. Бірақ тас орнында жоқ болып шығады. Алекс болса екі өмірін құртып Майлоуды тұтқыннан босатып алады. Беттини Фриджді Йоргеннің қабылдауына әкеліп, оны кезіктіргенде Йоргеннің бабабик әулетімен құда болатындығы белгілі болады. О ком идет речь? О вашей сестре. Яғни негізінен бабабик бауырлары өздерімен бірге әпкелерін әкелу керек болатын. Енді олардың бастарын алайын дегенде Марта шығып әпкесімін десе, кейін Йоргенге бабабиктердің келмегендіктері жайлы хат келіп, бұл жерде қырғын сойқан шайқас басталады. Йорген болса дирижабліне мініп қашуда. Артынан Спенсер де қуып барады. Дирижабль ішінде Спенсер мен Йорген төбелесіп, соңында Спенсер одан тасты алып өзін құлатып жібереді. Барлығы шатырға жиналды. Ал дирижабль құлағалы тұр. Майлоуға мінген Гилпин болса Спенсерге қарай шауып барады. Осы кезде Майлоудың ұша алатын қабілеті ашылады. Ойынды жеңу үшін оны күн көзіне шығару керек болғандықтан, Спенсерден тасты алып Майлоумен бірге бұлттан асып тасты күнге шығарады. Соңында Джуманджи деп айқайлап жеңіске жетеді. Шынайы өмірге қайтатын кезде Майлоу осында қаламын деп Гилпинмен қоштасады. Ойыншылардың барлығы өмірге оралды. Ал кешкісін достар кафеге жиналады. Осылайша бүгінгі видеомыз соңына жетті. Арнаға тіркеліп, лайк басуды ұмытпайық. Сіздермен болған Киношолу арнасы. Келесіде кездескенше.